Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Ақтастархан YouTube арнасы. Бүгін біз сіздермен дәл осындай дәмі тіл үйіретін ерекше салат әзірлейтін боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Салатымызға керек заттар міне видеода көрсетілген, жазып алсаңыздар немесе есте сақтап алсаңыздар болады. Барлығы да үйде табылатын оп-оңай заттар. Ең алдымен бізге осылай баклажан керек болады. Баклажанды қабығынан ажыратып аламыз. Бұл салаттың ерекшелігі, ерекше дәм беретіні ол осы баклажанда болып тұр. Дәл осылай видеодағыдай етіп баклажанымызды бөліктерге бөліп алатын боламыз. Және хрустящий, қытырлақ болып, дәмді болып шығатын баклажанды әзірлейміз. Міне дәл осылай турап аламыз. Турап алған баклажандарымыздың үстіне аздап тұз қосып, үстінен салқын су құйып, біраз уақытқа қалдырамыз. Яғни артық әші дәмдері кету үшін. Ол аралықта біз соусымызды әзірлеп аламыз. Соусқа ең керекті зат бізде ол чеснок, яғни сарымсақ. Чеснокты дәл осылай майда етіп турасаңыздар да болады, немесе арнайы чеснок езетінді қолдансаңыздар болады. Одан соң кез келген аскөкті пайдалануға болады. Мұнда укроп пайдаланылған. Сіздер қасына петрушка немесе басқа да кез келген аскөкті қолданамыз. Осылай соя соусын құйып, үстіне аздап лимонның суын қосамыз. Лимонның суы ерекше соусқа дәм береді, қышқылтым әдемі. Енді ет керек болады. Бұл жерде бізде сиыр еті. Сиыр етінде дәл осылай видеодағыдай етіп, ұзын әрі жұқа етіп, үлкендеу етіп бөліктерге бөліп аламыз. Міне дәл осылай туралады. Қызып тұрған майымызға осылай етімізді салып, жақсылап піскенше қызартып тұрып әдемілеп қуырып аламыз. Міне қараңыздар, баклажанның суы шықты, артық дәм, қышқылдың барлығы осылай шығады. Баклажанның барлығын судан сүзіп алып, міне етіміз де дайын болып қалды. Дайын болған етті осылай сүзіп аламыз. Енді баклажанның үстіне крахмал, бұл жерде кукурузный крахмал қолдандық. Негізгі кукурузный крахмал өте жақсы қытырлақ етеді. Осылай қосып, жақсылап, бұны да араластырып аламыз. Дәл осылай араласуы керек. Енді баклажандарымызды да қызып тұрған майымызға піскенше қызартып тұрып қуырып аламыз. Міне пісті. Ыдысымызға сүзіп аламыз. Енді кезекте қалған көкөністердің барлығын турап шығамыз. Қияр керек болады. Қатты майда бөліктерге бөлмейміз. Орташа бөліктерге бөліп, барлық видеода көрсетілген көкөністердің барлығын ретімен турап шығамыз. Қиярды турап болдық. Келесі кезекте помидор. Қызанақтың негізі қаттылауын пайдаланған дұрыс, сонда қатты суы шығып кетпейді. Себебі жұмсақ помидор болатын болса, салатта қатты суы шығып кетуі мүмкін. Осылай қаттылау түрін пайдалансаңыздар, помидор ірі әрі дәмді болып тұрады. Салат жапырақтары нағыз салатқа дәм беретін витаминдерге бай. Міне салат жапырақтарын да қосып жібереміз. Одан кейін чеснок. Чеснокты да осылай бөліктерге бөліп, оны да қосамыз. Және аскөктерден бұл жерде укроп және петрушка. Көк пиязды да қоссаңыздар болады, егер ұнататын болсаңыздар. Неғұрлым осындай аскөктер қосылған сайын салаттың дәмі деген ерекше болып кіре береді. Татымына қарап аздап тұз қосамыз және дайындап қойған соя тұздығымызды қосып шығамыз. Қатты көп қосып жібермейміз, мөлшермен. Дайын болған салаттарды міне осылай
араластырып шығамыз. Кез келген қонақ келсе де, немесе үйде де өздеріңіз дайындап жіберсеңіздер болады. Біздің арнамызға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар, себебі біздің YouTube арнамызда сіздер түрлі рецепттермен тағамдар, салат түрлерін әзірлейтін боласыздар. Міне біздің салатымыз дайын болды. Ас болсын сіздерге. Дәмді екен. Достар, біздің YouTube каналымызға тіркеліңіздер.